Сәлем достар, бүгін біз сіздермен дәмі өте ерекше тәтті маковый пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керек заттар: жұмыртқа, сары май, қопсытқыш ұн, мак және қант. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қантымызды саламыз. Сосын кейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне арасында комочек дейді ғой, ешқандай тыртықтар қалып қалмайтындай жақсылап миксерлеп аламыз сары майымыз бен қантымызды. Оған жұмыртқаның сарысын қосамыз, тағы да миксерлейтін боламыз. Бұл жерде де бізге бір келкі масса болғанша миксерлеу керек. Міне осындай болады сіздерде массаларыңыз. Енді осының үстіне біз сухой ингредиенттерімізді қосып, қамырды жинайтын боламыз. Қопсытқыш қостық, мак қостық, енді ұнды қосып атырық. Міне барлығын біріктіріп, әдемі бір қамыр жинайтын боламыз. Біздің қамырымыз сондай нежный, міне көріп тұрсыздар ғой видеода. Ерекше қамыр дайын болады бізде. Енді осы қамырды екіге бөлу керек бізге. Ол үшін весыға барлық қамырымызды қоямыз да, салмағын өлшеп, сосын кейін екіге бөліп аламыз. Өйткені біз қазір екі формада пісіретін боламыз, екі бөліп. Мендегі форманың размері 25-30. Осындай екі формаға пісіріп аламыз екі рет. Міне мен жайып шықтым бір келкі етіп. Енді оны вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Себебі үстіне қазір меренганы құйып пісірген кезде меренгамыз қатты көтеріліп кетпеу үшін. Енді меренганы дайындаймыз. Міне жұмыртқаның ағын жақсылап көтерілгенше миксерлейсіздер. Міне ағарып көтеріле бастаған кезде біртіндеп қантты қосамыз. Қанттың барлығын бірден қосып жібермеңіздер. 3-4-ке бөліп миксерлей отырып қосасыздар. Қанттың бәрін бірден салып жерсеңіздер, меренгаларыңыз дұрыс шықпайды. Тағы бір айта кететін нәрсе: меренганы дайындар алдында ыдыстарыңыз құп-құрғақ болу керек. Ішінде ешқандай сулы, жаңа жуылған ыдыс болмау керек. Міне барлық қантты қосып, тағы да жақсылап асықпай миксерлейміз. Миксердің осындай кезде сапалы болғаны жақсы. Міне біздің меренгамыз дайын. Кукурузный крахмалды қосып, жақсылап меренганы басып алмай, абайлай отырып араластырамыз. Грек жаңғағын қосамыз үстіне, тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Араластырғанда да абайлап, ақырындап араластырыңыздар, себебі меренгаларыңыз басылып қалуы мүмкін. Міне осындай бізде меренгамыз дайын болды. Кукурузный крахмалды қостық, орехымызды қостық. Кукурузный крахмал меренганы ұстап тұру үшін керек. Міне жайылған жаңағы қамырымыздың үстіне меренгамызды саламыз. Бірде теңдей екіге бөлесіздер меренганы. Осылай бір келкі етіп жайып шығамыз. Мен үстерін осылай істеймін, әдемі болады өйткені піскен кезде. Сосын үстіне кез келген замороженный осындай ягодаларды қойып шықсаңыздар болады. Екінші мынау тесто, екінші тестаға да осылай жайып шығамыз. Мен екіншісінің үстіне ягоды сепкен жоқпын, себебі біреуінде бар, біреуіне миндальный слайс сеуіп шықтым осылай. Сіздер екеуіне де ягоды сепсеңіздер болады. Енді пісіріп аламыз.
кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін жаңағы маскарпонені, творожный сырды, сахарный пудраны жақсылап бірінші бір келкі болғанша осылай миксерлеп аламыз. Оның үстіне салқын сливкемізді құямыз. Сосын тағы да миксерлейтін боламыз. Міне осылай кремімізді дайындаймыз. Көрдіңіздер ме, қандай крем дайын болды. Арасында ешқандай іртіктер, жаңағындай комочектар болмауға тиіс. Міне осындай стойкий, әдемі крем дайын болды. Әбден суыған пирогымызды жинайтын боламыз. Пирогтар міндетті түрде суы керек әбден. Міне мен астына миндальный слайс себілген коржды қойдым. Енді үстіне осылай кремімізді жағып шығамыз. Барлығын тегіс дейміз осылай. Осының үстіне екінші коржды әкеліп қоямыз. Екінші коржды әкеліп қойған кезде абайлаңыздар, сындырып алмаңыздар. Міне. Үстін сіздер басқаша етіп әрлеп, кремдермен шеттерін әрлесеңіздер, әдемілесеңіздер болады. Осымен пирогымыз дайын. Дайын пирогты ақырындап подложкаға салып алыңыз. Пирогтың дәмі деген енді бір жегеннен жүректеріңізді жаулайтын пирог бұл. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, мені белгілеуді ұмытпаңыздар.